Қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай кезекті поделка түрімен бөлісетін боламын. Өзімнің жүрегімді қатты ауыртқан поделка деп айта аламын. Себебі бұл поделканы мен жасап бітіп болған кезде клиенттерден өте жаман отзыв естім. Қалай айтсам, жалпы мен жасаған жағыма жаман жасапсыз деген емес жалпы. Бірақ та қатты жүректі ауыртатын сөздер болған. Мен бұны адасып басқа классқа жібергенмін, содан үлкен өсек тараған. Сіз басқа сыныпқа тараттыңыз деген сияқты. Жалпы түсінбедім, ол кісілердің мақсаты, ойлары қандай болған. Бірақ та менің еңбегімді бағаламады, соншасы жасап шыққаныма рахметін айтпады. Сондықтан мен бұл поделканы заказ берген адамдарға сатпаймын деген шешім қабылдадым. Артымнан өсек айтып, артымнан жамандап айтқан адамдарды жеп көремін. Нағыз бетімге айтып келгенде мен түсінетін едім. Өкінішке орай бәрі дайын болды. Уже ертесі күн поделканы беру керек еді. Мен ол поделканы сатпай қойдым. Мен жалпы жағдайды біліп тұрмын, ертең болатынын, уже тақалып қалғанын. Бірақ та менің қатты ренжігенім соншалық қырсығып тұрып алдым. Дұрыс, бәлкім менікі де дұрыс болмаған шығар. Бірақ та мен өзім шешім дұрыс деп білемін. Өзім шешімнің артында үнемі тұрамын. Бәлкім бұл поделка біреу үшін өте оңай болатын шығар, ол жағын мен білмедім. Менің ішім ашып, өкініштісі болғаны, қайта жоқ әшейін жіберілген фотоға тіреліп, жанжал шығарып тұрғаны болды. Мейлі, жарайды, сіздердікі дұрыс. Өкінішке орай бұл поделканы мен сатпаймын дедім. Сатпағаным үшін де артымнан қанша сөздер болды. Жарайды, оған да мақұл дедім. Осылайша не керек, бұл поделканы сатпадым. Дұрыс, мен бұл поделканы тегінге істеген жоқпын. Ақысына істедім. Преоплата алған да жоқпын. Жарайды деп материал барлық заттарын өзім ақшама алып келіп жасаған болатынмын. Осылайша бұл поделка мен жүрегім қатты ауыртқан деп айтамын. Бұл поделкада мен уже 3-ін жасадым клиенттерге. Қайырлысы деп қойдым. Бір мен қуанатын жайтым, бұл поделканы мен өзінің ақшасына сатпай, одан да өте төмен ақшаға сатып жердім. Сатқанымнан кейін, сондықтан маған артынша клиенттер келді. Тура осы үйге, мен бұл үйді егесе бағасына да саттым деп айта аламын. Мен бір рет қана жасаған жоқпын, бұл үйді айтып тұрғанда 3 рет па жасадым. Одан бөлек қанша заказдарым түсті. Әрістің қайыры бар деп осыны айтатын шығар дедім. Өйткені бұл клиенттерге мен отказ жасап бермей қойдым. Басқа клиенттерге саттым. Сөзінің шыны керек. Сатқанымнан кейін артынша клиенттер келіп, бір отказ клиенттің арқасынан мен 100 мыңға жуық ақша істедім деп айта аламын. Себебі басқа заказдар менің еңбегімді бағалап, айтқан ақшамнан да төмен деп үстіне ақша қосып беріп, өтініш маған тез жасап беріңізші, үлкенде оқып жасап беріңізші деп қайтаңа үстінен ақша қосып берді. Еңбек бағалайтын жандар бар. Сол кезде өте қатты қуандым. Мен еңбегімді бағалап, мен оларға бермегенім дұрыс болған екен деп қуандым. Себебі айтып тұрғанымдай, әр істің бір қайыры бар деп оларға отказ жасағаннан кейін маған артынша көптеген клиенттер келді. Тура осы үйді жасап беріңізші, болмаса мынаны жасап беріңізші деп мен бір аптаның ішінде 20-ға жуық поделка жасап, уже адамдарға саттым. Осылайша еш өкінбеймін оларға жоқ дегеніме. Әрбір істің қайыры бар екеніне тағы бір рет көзім жетті. Осылайша мен поделкамды жасап та шықтым.
бұл поделка жасау маған оңай болған жоқ. Мен әлі де бұл видеода толық көрсеткен жоқпын әрбір деталды, өйткені менде уақыт деген өте көп кетті. Одан менің кішкентай балдарым бар, кішкентай балдарыммен асығыста жасадым. Уже мен үйді основасын тұрғызып қойдым. Енді ағаштарын қырқып, ағаштармен қоршап шығып жатқан жайым. Байқасаңыздар, мен бір өзім істеп жатқан жоқпын, целый бір команда деп айтуға болады. Арасында балдарым көмектеседі, жолдасым көмектеседі. Жолдасым каждый ағашты қырқып беріп отыр. Оның өзі оңай тірлік емес. Осылайша кезек әйтеуір істеп. Мен видеоны толық сала алмадым бір жағы, себебі оны қолым босаған кезде жарты сағат, бір сағат болсын істеп алған болатынмын. Оның каждыйын камера қосуға менде уақыт та болмады. Уақыттың тығыздығы болды. Солайша асығыста жасалды. Бұл поделкаға енді арасында 1 сағат, 2 сағат үзінділері бар. Бірақ ертесі күні мен сенесіздер ме 6 сағат орнымнан тұрмай бұны құрастырған болатынмын. Біреуге өтірік, біреуге шын. Бұл еңбекті қанша еңбек жатқанын менің үйімдегі жолдасым, балдарым ғана біледі болды. Оны сырт көзден ешкім білмейді. Арасында балдарымның жылағаны бар, тамақ шайы бар, ыдысым бар, үйімнің тірлігі бар. Сондықтан бұл өте оңай болған жоқ. Осылайша поделканы жасап шыққан болатынмын. Сіздер де көріңіздер, өздеріңіз пікірлеріңізді айтыңыздар. Менің істеген тірлігім дұрыс болды ма, әлде бұрыс болды ма? Өз пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Көріп тұрғандарыңызды артқы фонда менің балам әрбір қағазды алып, жұлқылап отыр. Осылайша балаларыммен қабаттасып, балалармен алысып жүріп жасалған поделкам өкінішке орай дұрыс бағаланбады. Онда мейлі бір қайыры бар шығар. Оған да еш өкінбеймін. Осылайша терезелерін жасадым. Бұл жерде өте көп жұмыс болған. Ағаштарды бояп шықтым. Терезе, есік бәрін жасап, асықпай, каждый деталды ойлап, не жасасам екен, не қойсам екен, қалай істесем екен. Кәдімгі уақыт, еңбек, жұмыс. Уже жайлап мен есігін істеп жатырмын. Естесем әліге дейін жүрегім ауырады. Осылайша менің кезекті шедеврым қабыл алыңыздар. Барынша қолдап, комментария, лайк басып кетіңіздер. Айта өткенде менде видео загрузкасы өте жай болғандықтан мен бұл видеоны 3 бөліп салсам ба деген ой болып тұр. 3 бөлімнен тұратындай етіп, неге екенін білмеймін. Бізде өте интернет жай, загрузкада өте нашар. Сондықтан бұл видеоны 3 бөлімнен бөліп, кішік хикая қылып салатын ойым бар. Ал осылайша менің поделка жасаған историям, хикаям көріңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл жылда өте күзгі мереке жоғары деңгейде өтті. Жалпы бұл поделканы білмеймін, дұрыс па, бұрыс па, өзім түсіне алмадым. Бір жақ қолдап кететін жағы, бұл жыл бір сыныптың атына бір поделка етіп, өте жақсы қылды басшылық. Әйтпесе, былтырғы жылдары бала басына бір поделка еді. Уже бір поделка бала басына ойласаңыздаршы, бір сыныпта 20 бала басына 20 оқушы болса, 20 поделка. Енді дұрыс арасында бір екеуі істемесі, мейлі 15 поделка. Ол поделканың бәрі мектеп басшылығы не істейді деймін да. Құра шығын, енді балам төмен болмасын, қатарындан болсын деп, әр ата-ана қолына келгенше барынша жасайды, бәрі зейінін, еңбегін салып жасайды. Шындап келгенде керек емес дүние сияқты маған да.
сіздерді жалпы осы поделка туралы ойларыңызды бөлсеңіздер, сіздер қандай ой бар. Бұл жыл енді жақсы болған. Сынып атынан бір поделка керемет қой. Бір үлкен көзге көрінетін поделка жасайсың, болды. Әр атаны басын қатырып, ол жұмыс істейтін ата-аналар болады. Жұмысын істеп келіп, тамағын істей ма, балдарына қарай ма, поделка жасай ма. Болмашы дүние деп есептеймін. Шындап келгенде өзім жасасам да, мен осындай поделка, қолөнермен айналысатым болғаннан кейін маған жалпы поделка жасаған ұнайды. Маған жасағаным жақсы қой, просто мен ата-аналарды ойлап тұрған жерім керек емес сияқты деген. Осылайша өзімнің ойым. Жалпы сіздерде қалай, сіздерде үйде поделка жасайсыздар ма балдарыңызға, әлде дайын заказ бере саласыздар ма, әлде дайын сатып ала саласыздар ма, қалай? Аса қиын поделка деп айта алмаймын, өте жеңіл поделка болды мен үшін. Бірақ мен бірінші рет жасадым бұл поделка, сондықтан менде шамалы қалай болады, былай болады деген сияқты не болды. Біріншісінде қорқыныш болды. Кейінгі жасаған поделкаларымды мен ойнап күліп жасадым. Өйткені есебін алып қалдым, қалай жасалу керек екен, бәрін есептеп алып қалған болғаннан кейінгі жасаған поделкаларым өте оңай болды. Білмеймін, осы үй 2024-тің хит үйі болды деп айтып күлемін ғой. Осылайша менің отбасыммен жасаған семейный тірлігім болатын. Әрбір деталды күйеуіммен ақылдасып, ол кісіге де рахмет, жанымда отырып ойын білдіріп, пікірін білдіріп, давай былай жасайық, былай істейік деп ойын білдірген үшін оған да үлкен алғысымды білдіремін. Әрқашан аман бол, бар бол. Осылай қалған жағына өлең қоя салам, себебі мен 50 минут сөйлеп тұра алмай екенмін. Бұл поделка жалпы жасау кеткен видео 50 минуттық видео болды. Айта өткенде видеода толықтай жасаған салынбаған, себебі оны салсам 3 сағат 4 сағаттық видео болып кететін шығар. Жалпы бірақ видеода біраз жерлерін түсірген екенмін. Көп жерін қырқап алып тастадым. Керек жерлерін ғана қалдырдым. Қалғанын енді видеода көріп баға беріп кетесіздер.
болсын.